Қазақстан халқының ұсыныс тілегін, ой пікірін ескеріп, ата заңымызға қатысты өзгерістерді референдум арқылы шешу бұл уақыт талабы деп ойлаймын. Өйткені соңғы референдум осыдан 27 жыл бұрын болыпты. Осыншама уақыттан бері елімізде неше әлеуметтік, саяси мәселелер, қордаланып қалған мәселелер жеткілікті. Соларды нақты халықтың ұсыныс тілегіне орай шешу уақыт талабы, замана заңдылығы. Сондықтан референдумға қатысып, өзіміздің ұсыныс тілектерімізді, ой ниеттерімізді заңдастыруға ол мүмкіндік жасалып отыр. Референдумға бәріміз түгелдей қатысқанымыз жөн. Еліміздің ата заңына дайындап жатқан өзгерістерді мәжіліс, парламент арқылы дайындауға болушы еді, бірақ мемлекет басшысы халықтың тікелей талқысына салып отыр. Яғни халық өзінің пікірін, ұсынысын референдум арқылы білдіруге құқылы. Сондықтан да референдумға түгелдей қатысып, өзіміздің таңдауымызды жасайық.